Зод, зе, так то. Зод командир, командир. Зод, зе, так то. Зод, назарда. Екінші сот, алғашқы. Капитан Мырза, екінші сот, алғашқы әскери және технологиялық сабағына дайын. Зод командирі Дауан Нұрсұлтан. Сәлеметсің? Сәлеметсің, капитан Мырза. Зод, не білді? Бірінші бір адамымыз сабағымыздың тақырыбы Калашников автоматпен және қол пулеметі. Сендер кітаптарында жазылған қол оқшашар деген. Оқшашар дегеніміз жаңағы пулемет деген. Сабақтың мақсаты қару мен патронды қолдану кезіндегі қауіпсіздік шараларын үйрену. Екінші, Калашников автоматпен қол пулеметінің қызметі, ұрыстық қасиеті, жалпы құрылысы және жұмыс істеу қағидаларын зерделеу. Оның оғы, міне мынадан көрсетейін, екеуінің айырмашылығы. Бар ма? Қайсы үлкен? Берісі пулеметтік үлкен, мынау автоматтық. Бұл жаңағы алғашқы үлгісі дедік қой, 47 жылы шыққан алғашқы үлгі автоматтық. Енді бұған қосымша жаңағы сендерге тағы көрсете кетейін. Мына жерде трассирующий патрон дейді. Трассирующий патрон дегендерде бастарында мынандай жерлерінде белгілер болады. Мынандай бояп қояды. Жасылмен, қызылмен. Трассирующий деген жаңа жасылмен бояп қояды. Ол түнде атқан кезде, түнде ататын болса, ол ұшқан кезде жарық болады. Жарық болушы сөнген сол ұшып бара жатқан кезде жан-жағын көруге болады. Адамдар келеді. Енді бронебойный зажигательный дейді. Ол жаңағы өртейтін. Өртеген кезде ол мына несінде оғының бас жағында қызыл немен бояп қойды. Қызылмен бояп қойды. Ол бронебойный зажигатель деген жаңағы үлкен нелер бар ғой. Заправкілер, мәшинелер, жаңағы таситын. Соларды атқан кезде тесіп өтіп, соны өртеп жүреді. Түсіндір ме? Сондай оқтар бар. Енді сонымен қоса, мынау жаңағы холостой дейді, бос оқ. Автомат ата бересің. Ат жағында капсуль ештеңесі бұзылмаған. Атасы басында не жоқ? Оғы жоқ. Қирататын оғы жоқ. Түсіндер ме? Оғы жоқ. Мынау сол жаңағы кейінгі шыққан үлгісі, бұл 74 жылға шыққан үлгісі автоматтың. Мына оққа қарағанда бұл әлі кішірек. Мынау кейінгі шыққан 74 жылға шыққан үлгісі. Түсіндер ме? Қазіргі кезде көбінесе осы оқты қолданып отырады. Енді қауіпсіздік шарасына келетін болсақ, қауіпсіздік шарасы. Бірінші керекті осы патронда тоқтала кетейік. Егер де мынандай патрондардан, оқтардан ақау шығатын болса, мына жерлер көгереді, майысады. Мына бас жағының атына оғы жаңағы бос болып тұрады. Су тиген, жаңағы дақ басып кеткен деген сияқты болатын болса, олдай ақау шыққан патрондарды қолдануға болмайды екен. Содан кейін, егер де осындай оқтар тауып алатын болсаңыздар, мынандай оқ тауып алатын болсаңыздар, оны бұзып ашып көруге болмайды. Болмайды екен. Бұзуға, ашуға, тек қана мұндай оқ емес, гранаталар. Сондай қолдануға, бұзуға болмайды екен.
Сонымен автоматты бірінші кезекте жаңағы қолға алған кезде оқушылар сендер жаңағы автоматтың құрылысын, жұмыс істеу қағидаттарын, содан кейін соған қолданылатын оқ-дәрілерді білу керексіңдер. Содан кейін автоматты оқ жатарын оқталған ба, оқталмаған ба тексеру. Міне бұл жерде оқтық бар. Сол оқтықта оқ бар ма, жоқ па, или сақтандырғышқа қойылған ба, қойылмаған ба. Міне мынау сақтандырғышқа қойылған ба. Түсіндіңдер ме? Осыны тексеру керексіңдер. Міндетті түрде қабылдап алған кезде. Содан кейін мынау шүрпе. Шүрпені жөн-жөн басуға болмайды. Ішінде оқ болса не болады? Атылып кетеді. Шүрпеде ол басуға болмайды. Шүрпе оқ болса атылып кетеді. Содан кейін сақтандырғыштан шешіп, бекітпені тартып, бере салып, оны қайта-қайта атуға болмайды. Ол қайта-қайта ата бердім деген сөз, автоматтың механизмдері не қылады? Тозғанда ескіріп кетеді, тез тозып кетеді. Керек кезде ғана. Содан кейін жаңағы автоматты бекерден бекер оқтап, оқтыққа жіберуге болмайды. Оқтыққа жіберуге болмайды. Атуға қояту. Түсіндіңдер ме? Содан кейін оқтықтан магазинде тағы да біле қалған кезде магазинде алып оқтықты қарап, оқтық деген міне мұнда тұр. Оқтықты қарап, оқтықта оқ жоқ па? Жіберіп, содан кейін барып адам жоқ жаққа былай қарап емес, ол тексерген кезде. Оқ болса оқты алып, егер оны қауіпсіз жаққа бұрып, не болу керек? Шөптерін басып, содан кейін сақтандырғышқа қойып беру. Түсіндіңдер ме? Қауіпсіздік ережесін. Осылай қауіпсіздік ережесі. Автоматтан оқ. Мына жерде жазылып тұр, ағы оды деп тұр. Автоматты түрде, содан кейін жекелей түрде атыс жүргізіледі. Міне, мына сақтандырғышта ағыға басса, автоматты түрде оқ атылады. Мына оды дегенге басатын болса, жекелей түрде оқ атылады екен. Түсіндіңдер ме? Содан кейін қоян-қолтық шайқас кезінде автоматқа сүңгі пышақ кигізіледі. Не соңғы пышақтың бар? Түсіндіңдер ме? Сүңгі пышақ кигізіледі, кигізілгенде осылай кигізіледі. Түсіндіңдер ме? Сүңгі пышақ. Қоян-қолтық шайқас деген білесіңдер ме? Қалай шайқас? Қоян-қолтық шайқас. Қоян-қолтық шайқас деген жаңағы жекпе-жек тура кеп қалған кезде, осы үштік ножбен не болу керек? Оқ бітіп қалған кезде, или тура кеп қалған кезде, осы үштік ножды қолда нады екеміз. Міне сүңгі пышақты. Үштік нож деп қоймыз, сүңгі пышақты қолданады екен. Басына осылай кигізіледі, сүңгі пышақпен жұмыс істейді. Сонымен тағы да түнгі уақытта автоматта прибор ночного видения дейді. Түнгі әмбебап көру аспабы кигізіледі. Негізгі бөлшектермен таныса кетейік. Автоматтың негізгі бөлшектерін қарасаңдар бұл жерде. Автоматтың өзінен көрсетейін. Мынау магазин, оқ шаша. Түсіндіңдер ме? Оқ шаша. Пенал керек жарағымен. Пенал керек жарағымен. Мынау сүмбі. Бұл жерде мына не деп атаймыз деді жаңа? Сүңгі пышақ. Штек нож дейді. Сүңгі пышақ. Енді оң қорабына қақпағы, негізгі бөлшектерін біліп алыңдар жақсы. Оң қорабына қақпағы, қайтармалы механизм, газ поршымен болса бекітпе жақтауы. Бұл жерде поршын болу керек, мынау жаңағы оқу қару болған екен, ол поршын жоқ.
Gaz borшымен қоса бекітпе, жақтауы. Мынау бекітпе. Оңғы бастырмасы газ түтігі. Оңғы бастырмасы газ түтігі. Тежеуіш компенсатор. Тежеуіш компенсатор. Так, енді бұның негізгі бөлшегін мында мынау оңғы, мына жерге дейін оңғы. Оң қорабының қақпағы, оң қорабы, оң қорабы. Жаңағы бөлшектің бәрі осыған қорапқа сыйып кетеді екен. Оң қорабы. Соңғы жерде соққыш ағытқыш механизмдері. Соққыш ағытқыш механизмдері. Шүртпені басатын болсаң, жаңағы атыс үшінде болады. Так, сонымен қоса бұл жерде көздеу құрылғысы, мен айтып өттім. Көздеу құрылғысы, дөмбі. Кітапта сендерде жазылады, кей кітаптар дөмбі, кей кітаптар дүн деп жазылады. Содан кейін тапаншасы. Мынау тапаншасы. Түсіндіңдер ме? Мынау сақтандырғыш. Қараңдар, қайталап өтейін. Мынау магазин. Мынау пенал керек жарағымен. Сүмбі, сүңгі пышақ. Қайтармалы? Қайтармалы мынау оң қорабының қақпағы. Оңғы қорабының қақпағы. Қайтармалы механизм. Газ боршымен қоса бекітпе, жақтау. Міне жақтау. Бұл жерде газ боршымен қоса бекітпе, жақтау. Мынау жағында. Түсіндіңдер ме? Мынау бекітпе. Дұрыс айтасың. Мынау оңғы бастырмасы газ түтігі. Оңғы бастырмасы газ түтігі. Құндық. Құндық. Не? Құндық. Жоқ. Мынау тежеуіш компенсатор. Оқ атылған кезде оқтың жаңағы ұшу несін басады. Сонымен қоса жаңа айта кеттім. Бұл жерде құндақ деген бар. Құндақ. Мынау құндақ. Осы негізгі бөлшектер екен, автомат. Газ боршымен қоса бекітпе, жақтау. Қарап, бұл жерде газ боршымен қоса бекітпе, жақтау. Бекітпе, жақтау. Мынау бекітпе. Оңғы бастырмасы газ түтігі, дұрыс. Оңғы бастырмасы тежеуіш компенсатор. Сабы, несі? Тапанша сабы. Қолға көтеріп тұр. Көздеу құрылғысы. Көздеу құрылғысы. Оңғы қорабы. Сонымен ол ішінде не орналасқан? Қорабының ішінде? Қорабының ішінде орналасқан жоқ, соққыш ағытқыш механизмдер. Так, балалар, сендер ар жағынан жазып отырыңдар, мен жаққа түсіндіріп жатқан кезде қарап отырыңдар. Мыналардың қайтадан түсіндіргенін бағалайсыңдар. Түсіндіңдер ме? Так, қайтадан бастамастан достар, сен екеуің отырады, түгел көрсетпек. Сен білуің керек, сен ертең армияға барасың. Магазин. Мен қарап отырмын, бағалайсыздар. Пенал, дұрыс. Сүмбі пышақ. РПК 74 оқшаушарының ұрыстық қасиеттерін қысқаша сипаттап жаздық. Оның ұзындығы бойынша ұшуында оңғы калибрі қанша? Миллиметр. 5145 және РПК 74. Пулемет, автоматтық пулемет деп айтыңыз. 5145. Атудың нақты қашықтығы 300 метрге дейін және қарап отырды, рахат. Шүртпені соққы жағдайында оқтаудың керегі жоқ. Патронды жерге оқытқа жіберілуге тыйым салынады, және де қаруды оқытағанда оғын алғанда қауіпсіз бағытқа бұру қажет. Дұрыс, жаңағы қаруды оғын алған кезде адам жоқ, қауіпсіз жаққа не болу керек деген сөз? Бұру керек екен. Оқауы бар.
окружаrak